Қорғансыздар 67-ші бөлімінде жаңа актер, яғни Биржанның інісі Брат қосылады. Оның әке-шешесі өмірден өткен екен, бірақ арттарында жер бар. Ол жер әрине алаздар кезінде 3 тиынға сатып алған. Соның кегін алу үшін осы жаққа оралған. Ал оны Явуз және оның анасы: сен біздің отбасымызсың. Енді сен осы үйдің ұлысың, сен де осы үйде тұратын бол. Сен біздің баламыз дейді. Ал мына жақта Дебран әдеттегідей оның әке-шешесі: әйелің қайда? Неге сен әйеліңді ертіп келмедің? Осылай ұрсып жатыр. Дебран болса, оның өз проблемасы бар. Біз біргеміз, ешқайда да ажырасқан жоқпыз дейді. Дойгой Жемудан кешірім сұрап жатыр. Сен мені неге бетімнен қарамай кеттің? Жарайды, мен ешқашанда Хишметпен арамызда ештеңе болған жоқ, бәрі солай ойлайды, бірақ біздің арамызда ештеңе жоқ. Сен кетсең кетпе, мен кетемін дейді. Ал мына жақта Хишметтің әйелі: ажырасам бітті, мен енді Хишметпен бірге тұрмаймын. Ертең оны сотқа апарамын, ажырасамын. Осылай үйде өзімен өзім отырып кофе ішемін, рахаттанып жалғыз өзім өмір сүремін дейді. Ал мұнда Хишметтің анасы: мен олай өйтпеймін, ол менің ұлыммен қайта қосыл, ажыраспайсың. Сен егер ажырассаң, мен сені үйден қуып жіберемін дейді. Ал осы кезде жүрегі айнып кеткен әдеттегі қыздары Неджланың аяғы ауыр, бірақ өзі мойындағысы келмейді. Олар қайтадан татуласқан, өйткені Неджла үйленді. Ал мұнда Джепкет ағасы інісіне келіп жатыр: ойлан, сен бала, ажыраспайсың. Сен еркек болып өз ұлың мен әйеліңе ие бол. Ал Хишмет болса: шаруаң не? Менде жұмысың болмасын, өзім білем дейді. Азизе үйге келіп, ол інілерін құшақтап сүйіп, және әлі де осы үйінде тұрып жатыр. Осы кезде Юсуп келеді, және Юсуп ол Злиханы жұмысқа кетпекші. Дебран барлық жақсылық жасап, Джемоны, Юсупты және Злиханы қайтадан өз қонағына әкеледі. Мені біз отбасымыз, көрдің бе дейді. Злихаға әдейі жасап тұр. Отбасы менің, жүріңдер, біз бірге жұмысқа барамыз дейді. Осылай құшақтасқан күйі әдейі Злиханы ашуына тиіп тұр Азизенің. Юсуп болса Азизенің қолынан ұстап, Юсуп Злиханың қолынан ұстап: олардың ұрысы бізге көмек тигізді, енді біз біргеміз дейді. Ал мына жақта Юсуптың бұрынғы ғашығы келді. Ол бұрынғы ғашығы және қалыңдығы да болған екен. Тек оқу үшін Германияға кеткені белгілі болыпты. Келесі бөлімде осы қалыңдығынан Юсуп көріп өте қызықты сериясы болады. Ал мұнда мына иіс неге? Иісі өте жаман. Бөлменің иісі сондай, жүрегімді айниды. Жүрегім ойнап бара жатыр дейді. Осы кезде қадалып қалған Эрджан: сен жүктісің, білесің бе? Менің ойыма сондай ой келді дейді. Бірақ тағы да: жоқ, олай емес, мен ешқандай жүкті емеспін деп Неджла ақталады. Неджла болса бар жаңалығын айту үшін ол өз үйіне келеді. Брат қонақ үйге, әрине алаздардың қонақ үйіне келіп, Дебранға абайсыз соқтығысып, екеуі арасында сәл-пәл кикілжің шығып кетеді. Солай ол әкесіне келеді: Бахап төре, мені таныңыз ба? Мен кезіндегі Сүлеймен Бострек па, или Бострест па, Бостекен ба, сондай бірдеңе, соның баласымын. Көрдіңіздер ма? Алдарыңызға келдім. Кезінде әкеме 3 тиынға сатқан жеріңіздің ақшасын төлеңіз, болмаса жерімді қайтар дейді. Осы кезде Дебраны: сен кімсің? Соншалықты әкеме тиісетіндей, бағана маған тиісіп кеттің деп әңгіме шығарады. Әкесі Бахап төре үнсіз отырады. Қойыңдар, жетер, барлығы бітті, ақшаңды беремін деп шығарып салады. Негізі өте көп, 5 миллион қомақты ақша еді. Ал мектепте жөтелі қатты қиналып, жөтелден құсқып, тіпті есін жоғалтқан Сәмет еді. Сәметті басында ешкім тыңдамаған, десе де осылай құлап қалды. Тағы да дәрігер Сема әйел құтқарып қалды. Ол Аданың анасы еді, дәрігер. Солай Дебранға хабарласады. Өткен Дебранның ана қоңырауын алып көтереді. Азизеге 1045 сәтте Азизе телефонын үйде тастап кеткендіктен көтере алмайды. Солай Азизеге Дебранға: тез жетіңіз, Азизені алып келіңіз, бала құлап қалды деп хабарласады. Ал мұнда барлығы көңілді.
бір-бір қашықтар бір-бірінің қасында жүр және де демалға да жұмыс тапсырған. Осылай көңілді. Ал мында Азизе телефонын ұмытып кеткен. Төгуді көңілді көтеру үшін екеуіміз кофе ішейік, болмаса киім аралайық дейді. Осы кезде Дебран келіп, оның қолынан жетектеп алып кетеді. Сен неге телефонды көтермейсің? Самет деген есінен танып алып қалды, дәрігердің қасында дейді. Шошып кетеді Азизе. Неге олай болды? Мүмкін емес. Мен бәріне өзім кінәлімін. Таңертең бармаймын дегенде жібермеуім керек еді дейді. Ал мұнда енді қарызды қалай төлейміз? 5 миллион деген көп ақша деп. Дебранның анасы мен әкесі не істерлерін білмей жатыр. Осы кезде өздеріне қарыз қылғысы келген. Әрине Якуш келді. Мен ата-баба жерлерінің барлығын саттым. Егер қарыз керек болса менде бар. Мен үстемесіз беремін дейді. Ал мына дәрігердің алдына келген Самет менде барлық жас әпке барлығы күшті дейді. Десе де оның ақауында кінәрат бар екен. Ол балаларды шығарып жүрген дәрігер Дебран мен Азизені қасына алып барлық шындықты айтты. Анализге өтуі тиіс, әйтпесе Саметтің жүрегінде ақау бар. Алдағы бөлімде толық тағы да баяндаймын. Ұнаса лайк жазып кетіңіз.